Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 130-шы сабақ 48-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Жазғы саяхат жыры. Асқар тау, ну орман, айдын көл, асыл кен, көк егін, самал жел. Жарқын жаз шақырды қол бұлғап, жас ұлан, бізге кел, бізге кел. Жол ашық, көңіл шат, бол сергек, келеміз жорықта серуендеп. Ұлы отан жер қандай тамаша, көркейткен жемісті ұлы еңбек. Жас ұлан кел біздің қатарға, дайындал жолы ұзақ сапарға. Жан қияр ерлерше өсеміз, жан күшін арнаймыз отанға. Авторы Мұзафар Әлімбай екен, яғни өлеңді осылай оқимыз, енді тапсырмаларды орындайық. Өлеңге байланысты тапсырма, өлеңнің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Автордың ойымен келісесің бе, жаздан не күтесің дейді. Өлең тақырыбы жазғы саяхат жыры. Бұл өлеңдегі негізгі ой жазда еңбектену, туған жерден артық демалыс орны жоқ екені жайлы, отан бәрінен ыстық, отан үшін еңбектену, туған жерді көркейту үшін үлес қосу жайлы екен. Автордың ойымен келісемін, жаздан көңілді, есте қаларлық күндерді күтемін деп өз ойымызды айтып кетсек болады. Енді жазғы демалысты мен не үшін күтемін тақырыбына шағын әңгіме құрастырып жаз. Ұлан, ну, сергек, жан қияр сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен анықта дейді. Жазғы демалысты мен не үшін күтемін деген тақырыпта былай әңгіме құрастырып жазсақ болады. Мен жазғы демалысты асыға күтемін, себебі жазда біздер демаламыз, жақындарымызбен әр аймаққа барып қыдырамыз, достарым мен далада көп ойнап, уақытты қызықты өткіземіз. Өзен көлдерге суға түсіп балық аулаймыз. Маған жазғы демалыс қатты ұнайды деп, жазғы демалысты не үшін күтетініміз жайлы өз ойымызды айтып, осылай әңгіме құрап жазсақ болады екен, Енді ұлан, ну, сергек, жан қияр сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен анықта дейді. Сөздікке қарай отырып, бұл сөздердің мағынасын айтатын болсақ, ұлан деген сөздің мағынасы жас өспірім, жеткіншек деген мағынаны білдіреді. Ну дегеніміз қалың орман. Сергек деген сөздің мағынасы сезімтал, қырағы деген мағынаны білдіреді. Жан қияр деген сөздің мағынасы жанын беруге даяр, ержүрек, батыл деген мағынада, яғни сөздікке, түсіндірме сөздікке қарай отырып, осы сөздердің мағынасын түсініп, сөздіктен анықтап біліп аламыз, Келесі тапсырма бізде 49-шы жаттығу жұмбақтың шешуін тап. 4 ұзын аяғы бар, басында тарам-тарам таяғы бар. Бұл жұмбақтың шешуі бізде бұғы екен, Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой, сөз таптарына және сөйлеу мүшелеріне талда дейді. Қарамен жазылған сөздер бізде 4, неше 4, бұл бізде сан есім. Ұзын, қандай? Ұзын. Сын есім болады. Аяғы, не? Немесе несі деп сұрақ қоямыз, бұл бізде зат есім болады. Осылай қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойдық, олар қандай сөз таптарынан болып тұрғанын тауып айттық, Енді сөйлеу мүшелеріне де талдап астын сызып қойсақ болады екен. Бұл жұмбақтың жауабы бізде бұғы болды, бұғы деген сондай жануар, үлкен мүйізі бар, 50-ші жаттығу мақалдардың жалғасын тауып жаз. 7 рет өлшеп, 1 рет кес, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Татулық табылмас бақыт, жақсыда жаттық жоқ. Енді мақалдардың мағынасын түсіндіріп көр, сөз таптарына талда дейді. 7 рет деген 7 сан есім, өлшеп етістік, 1 дегеніміз сан есім, кес деген етістік болады. Аңдамай деген үстеу, сөйлеген етістік, ауырмай деген үстеу, өледі деген етістік болады. Татулық және бақыт деген зат есім, табылмас дегеніміз етістік болады. Жақсыда, кімде жақсыда, жаттық, не жаттық, бұлар бізде зат есім болады. Енді бұл мақалдардың мағынасына келетін болсақ, бірінші мақал 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген әр істі ойланып барып істе деген мағынада, Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген. Ойланбай сөйлеген адам көптеген қиыншылыққа тап болуы мүмкін деген мағынада. Татулық табылмас бақыт, татулы болсақ береке бақыт болады, Жақсыда жаттық жоқ деген мақалдың мағынасы, яғни жақсы адам ол жатырқамайды, ол көпшіл болады, Жақсы адамға әр адам тартылып,
оның жақсылығына құмар болады екен. 51-ші жаттығу: оқушының хатын оқы. Сәлеметсің бе, Айдар? Кітабың үшін рахмет. Өте қызықты екен. Халің қалай? Сабағың ше? Бассейнге барып жүрсің бе? Мен де жүзуді үйреніп жүрмін. Мен Жандоспен доспын. Екеуміз бірге ойнаймыз, сабаққа бірге дайындаламыз. Алда жазғы демалыс. Демалуға қайда барасың? Бізге қонаққа кел. Досың Рахат дейді. Хаттағы қаратпа сөзді ата дейді. Міне көкпен сызып қойдық. Қаратпа сөз бізде Айдар, иә. Хаттың әр бөлігінде не айтылған дейді. Бірінші бөлігінде Айдармен амандасу айтылған. Одан кейін екінші бөлігінде оған деген алғысы, оның кітабы жайлы және қал жағдайын сұрағаны жайлы айтылған. Үшінші, соңғы бөлігінде өзі жайлы айтылған екен, өзінің демалысы жайлы. Енді 52-ші жаттығуда досыңа не туыстарыңның біріне хат жаз. Хатта мектебің қалай оқитының және қалай демалатының туралы хабарла дейді. Біз былай жазсақ болады. Сәлем досым, қал жағдайың қалай? Ата-анаң, жақындарың қалай? Менде шүкір, бәрі жақсы. Мектепте сабағым жақсы. Сыныптастарыммен түрлі жарыстарға қатысып, уақытты қызықты өткіземіз. Сабақтан бос уақытта саябаққа серуенге шығып тұрамын. Отбасымен ойын-сауық орталықтарына барып тұрамыз. Жазғы демалыста кездесеміз деген ойдамын. Аман бол, бәріне сәлем айт. Осылай өзіміздің досымызға не туыстарымыздың біріне хат жазып көрсек болады. Мына жаттығуда берілген мәліметтерді пайдалана отырып. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.